Сәлем достар, бүгін сіздерге сметанник пирогының жасалу жолын көрсетемін. 500 грамм ұнымызға 16 грамм разрыхлителіміз қосамыз. 200 грамм шекерімізді қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. грамм сливочный майымызды қосып, ұнымызға біріктіре отырып, жақсылап араластырып шығамыз. 2 жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін ортасына салынатын начинкамыз дайындаймыз. 600 грамм сметанникке, қаймаққа 150 грамм шекеріміз саламыз. 6 жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Шанышқымыздың көмегімен жақсылап бір келкетіп араластырамыз. Дайын болған сұйық массамызды 2 ыдысқа бөліп аламыз, теңдей етіп. Жиырма 3-24 формада қамырымызды 2-ге бөліп, шандағы артық тестасын алып тастаймыз. Кейін пирог илегенде салып жүрсеңіздер де болады. Өйткені 23 формаға бұл теста артық болады. Артық теста салмамыздың сыртына шығып кетеді. Ұнымыздың көмегімен жақсылап тестамызды бір келкетіп жайып шығатын боламыз. Шет-шетіне жеткізе отырып, бір тегіс етіп, жұқалап жайып шығасыздар. Асты қатты жұқа болып кетсе де болмайды. Тестамыздың жақсылап жайып, шет-шетіне шығарыңқырап отырып, начинкамызды құятын боламыз. Бір келкетіп тегістеп аласыздар. Шет-шетін басып, қолымыздың көмегімен әдемілейміз. Қызып тұрған пешімізде 170 градуста 45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққан пирогымызды суытуға жібереміз. Суыған пирогымызды тамашалай кетіңіздер. Қазір ортасын кесіп көрсететін болам. Нежный, әдемі,
приятно дәм береді. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеом ұнаса маған тіркеліп комментарийге жақсы ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Пирогтың ортасы суланбай әдемі болып пісіп шығады. Сіздер де дәмін көріңіздер.